Құрметті әріптестер, биыл біз жаңа бюджет қарап жатырмыз, онкологияға 20 миллиард теңге азайтып жатыр, онкологияны емдеу үшін. Гемодиализ азайтып жатыр. Паллиативті өлейін деп жатқан адамды бағатын паллиативті азайтып жатыр. Неге? Өйткені бюджетте ақша жоқ дейді. Енді қарайтын болсақ, бізде бюджетте неге ақша жоқ десек, жылына 9,5 триллион теңге бізге осы салықтық жеңілдіктердің кесірінен түспейді деді. Енді осындай ақпарат бізге беріп жүрді. Енді бір уақытта президент осы жеңілдіктерді азайт деген уақытта бізге министрлік айтады, оның 6,2 триллион теңгесі ол жеңілдіктер емес дейді. Оны қалай түсінуге болады? Түсініксіз. Енді сонда оның әдістемесі қандай? Егер бюджетке қаражат түспесе, ол салықтық жеңілдік болу керек деп ойлаймын. Ол өте дұрыс емес. Енді ол бір. Екіншіден, жаңау қысқартып жатқан 20%. Ол 20%-та да біз қазір қарап жатырмыз. Қазір біз түсінгеніміз, бұл қысқартылып жатқан жеңілдіктер, бұл керек емес жеңілдіктер. Формалды жеңілдіктер. Сонда ең керек қажетті жеңілдіктер қысқартылып жатқан жоқ. Қысқартылып жатқан жеңілдіктер әйтеуір 20%-ды қысқарт деп айтты деп, әйтеуір қысқарту керек. Қандай жеңілдіктерді бірінші кезекте қысқартып жатыр? Қатты қажеттілігі жоқ жеңілдіктерді. Дәл осындай ақпарат біздің қолымызда бүгін бар. Оны рас па, өтірік па, дұрыстап тексеру керек. Бұл жерде лобби бар сияқты, ол бір. Екіншіден, жаңа Азат Тұрлыбекұлы дұрыс айтып отыр, отсылочные полномочия, они неконституционные, надо это понимать. Шарль Луи Монтескье, автор теории о разделении властей, он, наверное, перевернулся бы в гробу. Потому что правительство пытается себе определенные полномочия, которые должен иметь законодатель, утвердить в законодательных актах, взять себе. Наверное, эта норма не наверное, я считаю, что она не конституционная. Это два. Үшінші мәселе, көліктер бойынша. Ескі көлік болса, онда оған салықты азайтамыз дейді. Утиль сбор мәселесі болғанда бізге айтты, не үшін керек? Өйткені бізге жеңіл машинелер жаңа болғаны жақсы деді. Біз енді бұл аргумент түсінікті ғой. Енді мына уақытта машиненің ескі болатын болса, онда салықты азайтамыз дейді. Сонда оның бір-бірімен логикасы қандай? Бұл түсініксіз. Және үшінші мәселе, мынау дивидендтер төлеу бойынша. Сіздер білім беру саласына мысалы КПН-ді 10% қылайын деп отырсыздар. Егер бірақ ол коммерциялық емес ұйым болатын болса, онда ол 0% болады деген. Бірақ ол жаңағы сіздер дивидендті осы білім беру ұйымдары енді өзінің жаңағы қалайды алған қаражатынан дивиденд алады деген тұжырымдама норма, бұл жаңағы сіздер айтқан нормаға қарама-қайшы келеді. Негізі, егер олар үкіметтік емес және коммерциялық емес ұйым болатын болса, олар неге дивиденд алу керек? Жалпы мектептер және осы сияқты әлеуметтік ұйымдар, олар басқа тұрғыда жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Сондықтан осы мәселелерге жауап берсеңіздер. Пожалуйста, Азамат Георгиевич. По льготам. Какие подходы были по льготам? Уважаемый Асхат Канатович, 1 300 000 я еще раз повторюсь, наверное. Из них 706 миллиардов, это 54% финансовый сектор. Из них финансовые услуги 370 миллиардов. То есть это живые деньги, которые придут. Это не воздух, это не условные потери. Здравоохранение, ветеринария 435 миллиардов. 300, то есть это лекарственные средства, услуги в СМСС, ветеринарные медуслуги, которые сейчас пользуются. Это то, что опять же живые, это не условные потери. Это фактически живые. Строительство жилья, первичная реализация жилья, то есть то, что сейчас в строительстве, это тоже, вы знаете, это тоже живые деньги. Они, да, это то, что будет поступать в бюджет непосредственно. Мы изначально подходили, то есть да, есть льготы, которые, как вы говорите, это воздух, например, там, освобождение от индивидуального подоходного банков, если прощение идет. Да, если льгота упразднена, но этих денег не поступит, потому что прощения не будет. То есть нет экономической целесообразности делать это, и банки этого делать не будут. Мы по таким вопросам и не подходили, то есть понятно, но финуслуги, которые сейчас, мы эти льготы убрали. Это вот что касается льгот. Если у вас какие-то предложения еще есть, мы готовы рассмотреть и в рамках рабочих групп, пожалуйста. Теперь, что касается
социальная сфера образования. У нас это было наоборот предложение бизнеса, то есть где некоммерческие, там нет, там действительно нет цели, не будет, но есть социальная сфера, где действительно зарабатывают, есть медицина, есть образование, где действительно зарабатывают, причем очень хорошие деньги, не выплачивают детство, но если ты дивиденды будешь выплачивать, то в этом случае будет и КПН, и налоговый источник выплаты с дивидендов будет уплачиваться. Если не будет уплачиваться этого, то и налога не будет, не возникает. Вот оно так работает. По транспорту, ну, с утильсбором, наверное, сравнивать не стоит. Это методология совсем другая и цели другие у налогов. А мы, опять же, концепция слышащего государства, посмотрели сети, посмотрели предложения, которые приходили к нам. И было как раз предложение по старым транспортным средствам снизить ставку, что мы и сделали. Асхат Қанатұлы, транспорт бойынша, мысалы, утил төлем дедіңіз, тіркеу төлемдері, анау ескі транспортты кіргізбеу үшін қолданылатын механизмдер ғой. Бірақ енді елде, ауылдарды өзіңіз білесіз, жүздеген мың ондай транспорт қазір бар, 20 жыл бар, 25 жыл бар, ескі Жигули мен Москвичтар әлі күнге дейін жүр. Көбі халық онымен такси мініп, табыс табып жүр. Егер олар, мысалы, ескі үй сияқты мысал келтірейік, мысалы, үйіңде ескі үйің бар, жаңа үйің бар. Бұлардың да бағасы төмен ғой. Сондықтан бұл салық салынған кезде базасын қарайды, құнына байланысты, бұның жылына байланысты. Сондықтан біз осы ескі машиналар бойынша төмендетілген салықты алатын боламыз. Көбі мысалы сынып тұр. Бірақ әлгі регистрацияны алынған жоқ тіркеуден. Енді жыл сайын там 10 мыңнан келіп тұрса, істемейтін машинеге ол қиын ғой. Ауыртпашылық тиеді. Бұл ауыл тұрғындарының өтініштері болып келгендіктен біз өзіміз елді аралап жүреміз. Өңірлер жүргенде осы ұсыныстар түскен. Сондықтан біздің тарапымыздан осындай ұсыныс қабылданды деп ойлаймыз.